Я тут не живу. Жүгірсем үлгерем. Бала сындыруға дайынсың ба бүгін? Сәлем достар, есімім Дариға. Бұл менің алғашқы блогым және бүгін не болғаны, не істеген жайлы алда көресіздер. Қазір мен киноға бара жатырмын. Ханшайым плазадағы сіздерге видеосын көрсетемін. Погнали! Мен автобусқа мінуім керек болған, негізінде үлгермей қалдым. Жүгірсем үлгерем. Қазір осының артында Ханшайым плаза бар. Оған кіріп киноға кіреміз. И у нас на деле Jingle Bells. Маскам жоқ. Осындай 3 этаждан тұрады. Астында еще магнум бар. И елочка тұрып қойды. Қазір біз киноға барамыз, жоғарғы этажға. И бізде ана жерде фанктаун, яғни балаларға айналған ойын-сауық орталығы бар. И осының төбесінде уже кино. И наконец-то кино. И у нас тоже где басқа атмосфера. Қоңыр, қара. Кинопарк. Моя большая казахская семья, говорим, 16 человек. Да. Қайсың? 8 бен 7 алса? 8 бен 7 берің? 4 ряд. 4 ряд. 8 бен 7. Студенческий бар ма? Иә. Қоштасамыз. Екеуміз де? Иә. Все просто. Цифровое телевидение в каждый дом. Без абонентской платы. До 30 отечественных каналов. Высокое качество изображения. So beautiful. Ұнады ма? Иә, күшті ол. Неге? Маған ұнады. Блин, тоже хотела корейский тенге. И біз қауқа заказ бердік. Өте аз екен. Но все равно рахмет. И біз қазір магнумға бара жатырмыз. Сіздерге бұл жағында көрсетейін деп шештім. Мына бетінде бізде Эврика. Бірақ бізге бұл жер керек емес. Бізге мына бет керек. Тамақ ішетін.
И біздің маркетте осыған пүлі өте көп. Арықта қосына кетеді. И оның қасынан алайды. Қараңдар не тауып алғанды корейский дәптерлер өте көп түрі бар. Химия, биология. И осы жер осындай. И все. Ханжайым плазаға жасаған сапарымыз осымен аяғына жетті. Келесі кездескенше.